Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әйгерім, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін моңғол халқының ұн қуырдақ тағамын жасаймыз, яғни Моңғолияда суйван деп аталады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай қолжетімді ыстық тағамдар мен рецепттермен бөлісіп отырамын. Сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, видеоны соңына шейін көріңіздер. Ал ол үшін бізге керек осындай ет керек, сәбіз, пияз және тәтті бұрыш керек. Етті осындай орташа көлемде турап аласыздар, жақсылап, қатты үлкен болып кетпесін. Сосын сәбізді осындай пловқа жасағандай, палауға осындай қылып турап аласыздар, осынша етіп. Пиязды барлығын турап алдым. Ең бірінші қызып тұрған майға етімізді салып, осылай араластырып, қызарғанша араластыратын боламыз. Сосын пиязымызды саламыз, біртіндеп салып отырамыз. Пиязымызда кішкене қызарған кезде сәбізімізді салып жіберіп, ең соңында тәтті бұрышымызды аламыз. Себебі тәтті бұрыш тамаққа дәмін келтіріп, өте дәмді етеді. Барлығы жақсылап қызарғаннан соң, осында мен кішкене ғана паприка қостым. Тұз, жаңағыдай дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Аз ғана осындай томат пастасын қосып, суды құйып, осылай қойып қоясыздар, жақсылап бұқтырылып қайнағанша. Оған шейін енді бір қамырымызды илейтін боламыз. Бір жұмыртқаға тұзымызды қосып, ұнымызды қосып, жақсылап осылай араластырып отырып, қатты қамыр илейсіздер. Қаттырақ илесеңіздер, қамырларыңыз дәмді болып, езілмейтін болады. Неке осылай иін қандырып қойып қойдық. Тағы да бір рет осылай жасап, бір 5 минутқа қойып қойып, енді жаятын боламыз. Жақсылап шеттерін баса отырып, қамырды жаямыз. Түп-түзу етіп. Бұл тағамды мен жиі жасайтын болдым, себебі балаларыма да, отбасыма да қатты ұнап қалды. Сондықтан қазіргі таңда жиі жасап жүрмін. Сіздер де дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді шығатын болады тағамдарыңыз. Осылай барлығын жұқалап жайып аламын. Түп-түзу етіп, тағы да ұнды сеуіп, жақсылап жайып, енді осылай төртке бөлесіздер, қараңыздар. Осылай бөліп, қызып тұрған тапаға екі бетін, кепкен қамырды осы екі бетін осылай ауыстыра отырып, кептіріп аламыз. Кепкен қамыр өте керемет болып шығады, бір-біріне жабыспайды. Сосын бір-бірінің үстіне осы қамырларды қойып, осындай ұзынша қылып, немесе кеспек көжеге кескенде қылып, жіңішке қылып кессеңіздер болады. Енді ол өз қалауларыңыз. Маған осындай солонка қылып тураған ұнады, кескен. Осылай қайнап тұрған жаңағы подливымызға осы қамырды бетіне қойып шығасыздар. Бұлай араластырсаңыздар да болады, өте дәмді, бір-біріне жабыспайды, қорықпай қойсаңыздар болады. Су аз болса, суын кішкене көбейтіп құйсаңыздар болады. Қараңыздаршы, өте дәмді, ерекше тағам болып шықты. Өте дәмді болды. Мен отбасыма қатты ұнады. Жолдасым да тәтті екен деп жеп алды. Сондықтан дәл менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, бір жасағаннан тағамдарыңыз ерекше дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге қолжетімді рецепттер салып отыратын боламын. Менің каналымнан тек қана рецепттер емес, сонымен қатар пайдалы, осы асханаға пайдалы лайфхактарды салып отыратын боламын. Сондықтан менің каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп қойыңыздар. Ал барлықтарыңызға рахмет, видеоны соңына шейін қарағандарыңызға.